Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді қытырлақ вафли пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Егер сіздерде арнайы вафельница болса, осы менің рецебіммен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар: жұмсақ сары май, 5 жұмыртқа, қант және ұн. Таза ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Енді қантымыздың жартысын салып, миксермен бір араластырып аламыз. Енді қалғанын салып, қантымыз еріп, майымыз ағарғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, араластырып алдық. Енді 5 жұмыртқамызды саламыз. Егер сіздер миксермен емес венчикпен араластырсаңыздар, жұмыртқамызды бір-бірдеп салған дұрыс. Мен миксермен араластырғандықтан 5 жұмыртқаны бірден салып жіберемін. Тағы бір араластырып аламыз. Мінекей болды. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп алған дұрыс. Барлығын бірден салып жібердім. Бірінші жай осылай миксерімізді қоспай бір араластырып аламыз. Миксерді бірден қосып жіберсеңіздер, ұндарыңыз шашырап кетеді. Енді жай қосып араластырамыз. Мінекей, массамыз дайын. Ұнның түйіршіктері қалмау қажет, сондықтан жақсылап миксерлеп алыңыздар. Енді қызып тұрған вафельницамызға 2 ас қасық салмамызды саламыз. Егер кішірек көлемде вафли қаласаңыздар, 1 ас қасықта жетеді. Бетін жауып, 2-3 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей, осылай вафельницамыздың жасыл жағы жанған кезде пісті дегенді білдіреді. Енді шанышқының көмегімен сыртқа шығарып, арнайы трубочкамен тез-тез орайтын боламыз. Трубочка болмаса, қолдарыңызбен де орасаңыздар болады. Енді осылай трубочкамызда 2-3 секунд тұруы қажет. Келесісін саламыз. Осылай барлығын пісіріп шығатын боламыз. Мінекей, трубочкамыздан шығарамыз. Вафлиміз толық дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Осылайша барлығын пісіріп шығатын боламыз. Мінекей достар, қытырлақ дәмді вафлиларымыз дайын болды. Өте ерекше болып шықты. Егер видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.